Балалар, сәлеметсіңдерме? Бүгін қазір біз контекстік тесттерді қарастырамыз. Мына сұраққа назар аударайық. Жарысқа дайындалып жүрген Дастан күнде таңертең ерте тұрып жүгіреді. Суретте оның жылдамдығының уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. Y осі бойында жылдамдық мәндері көрсетілген, X осі бойында уақыттың сан мәндері көрсетілген. Бірінші сұраққа қарайық. Қозғалыстың алғашқы 10 секундындағы үдеуі дейді, үдеуді анықтау үшін. Балалар, барлығымыз білеміз, үдеуді әрпімен белгілейміз. Үдеу дегеніміз ол жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын шама. Яғни үдеу ол бізде дельта В бөлінген дельта Т. Дельта деген нені білдіруші еді балалар? Дельта деген ол бізде жылдамдықтың өзгерісі, яғни айырмасы, жылдамдықтың соңғы мәннен бастапқы мәнін азайтқанға тең. 5-тен 0-ды азайтамыз, 5. Бөлшектің алма жазып аламыз. Уақыт қозғалыстың алғашқы 10 секунды деп тұр, 10-ды жазып саламыз. Міне, 10 секундына дейінгі үдеуді анықтап жатырмыз. Сонда бізде 5 бөлінген 10, бізде ол 0,5 метр секунд квадрат үдеудің өлшем бірлігі. Міне, бірінші тапсырмамызды орындадық. Келесі екінші. Дастанның 20 секундта жүгірген қашықтығын анықтау керек. 22-ші. Дастанның 20 секундта жүгірген қашықтығы. Енді осы жерді мұқият қараймыз. Жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигі беріліп тұрса, осындай қозғалыс сызықтары көрсетіліп тұрса, бізге ең жеңіл жолы балалар жүгірген қашықтықты анықтаудың геометриялық тәсіл. Бізге мына трапецияның ауданы керек. Мына трапецияның ауданы анықтау керек. Енді жеңіл жолы бізге мына төртбұрыштың ауданын есептеп алайық. Мына үшбұрыштың ауданын есептейміз, екеуін бір-біріне азайта салсақ болады. Немесе мына тік төртбұрышын, мына тік төртбұрыштың ауданын есептеп, және мына жақтағы тік төртбұрыштың ауданын есептеп, оның жартысына қоссақ, сонда бізде сан мәні шығады. Қазір біз былай мына тік төртбұрыштың ауданын толық есептейік. Қараймыз. Мына жақтағы қабырға 5-ке тең, мына жақтағы қабырға 20-ға тең. 5-ті 20-ға көбейтеміз, балалар 100, 100 азайту деп қойып, енді мына үшбұрыштың ауданын тауып. Соны азайта саламыз, сонда бізде мына трапецияның ауданы шыға келеді. Ол бізде мына іздеп отырған жүгірген қашықтық болып табылады. Қараймыз. Мына жақ 5, мына жақ 10. 5-ті 10-ға көбейтеміз, 50. 50-дің жартысы 25. 50-дің жартысы 25, сонда бізде балалар жауап 75 метр шығады. Келсеміз ғой? Түсіндік қой балалар, түсінбесек қайтадан видеоны қараймыз, дұрыстап түсінгенше. 23 келесі тапсырма. Дастанның 20 секундтағы орташа жылдамдығын анықта дейді. 20 секундтағы орташа жылдамдық. Балалар, орташа жылдамдықты анықтау үшін біз қозғалысты 2-ге, немесе 3-ге, немесе 4-ге де сол сияқты кете береді, қарастырамыз. Қанша рет қарастырсақ, сонша рет біз орташа жылдамдық жазамыз бұлай, S1 қосу S2 тағы сол сияқты кете береді. Біз 2 жағдайға қарастырамыз. Бізде балалар S1-іміз жаңағы біздің өзіміздің анықтаған 25-іміз. S1 деген мынау. Мына үшбұрыштың ауданы. S2-іміз мына тік төртбұрыш қой. Ол бізде жаңа 75-тен 25-ті азайта салсақ болады, немесе былай тауып алсақ болады. 5-ті 20 азайту 10. 2-ге 5-ті 10-ға көбейтеміз. Сонда 50 болады. S2-іміз 50 болды балалар. Мына қараңыз. 25 қосу 50. Т1 25 болған кезде секундымыз бізде 10-ға тең. Мына жақта 50 болған кездегі секунд бізде уақыт 20-ға тең. Міне, осындай өрнекті жазып алдық. Алымында 75, бөлімінде 30, 75-ті 30-ға бөлеміз. 25, 10, 2,5 метр секунд. Орташа жылдамдық анықталды.
түсіндіре алдым деп ойлаймын балалар, иә? Мұқият қарап, түсініп аламыз орташа жылдамдықты қалай есептегенімізді. Осыны графиктен қателеспей есептеуді үйреніп алсаңдар, молодец боласыңдар. Так, 24. Дастанның 5 секундтан 10 секундқа дейін жүгірген ара қашықтығы. 5 секунд және 10 секунд арасындағы ара қашықтық. Мұқият қараймыз графикке. Міне 5, міне 10. 5 секунд және 10 секунд ара қашықтық. Мынандай бізде кішкене трапеция шығып тұр. Осы трапецияны анықтаймыз ауданын. Так, мына жерден тіктөртбұрыш қарастырсақ болады, немесе мына жақтан бағанағыдай бірінші жолдағыдай толық тіктөртбұрышты қарап, мына үшбұрыштың ауданын азайтып тастасақ болады. Солай істеге. Так, мына жерде 10-нан 5-ті азайттық. 5 көбейту. Мына ара қашықтық бізде 5-ке тең. 5-ті 5-ке көбейтеміз, 25. Азайту деп қойайық. Енді бізге мына тіктөртбұрыш қажет. Соның жартысы қажет, соның жартысын азайтып тастаймыз. Так, мына жер бізде 5 көбейту. Мына жер бізде 5-тен 2,5-ті азайтамыз. 5 азайту 2,5, сонда бізде 2,5. И соның жартысын аламыз. Міне. Тең 25 азайту 6,25. Солай азайтып алдық. Деп жауапты қараймыз. 25-тен 6,25 азайтамыз балалар. Сонда бізде 18,75 метр. Жауабы шығады. 5 секундтан 10 секундқа дейінгі жүгірген ара қашықтығын анықтадық балалар. Енді ары қарай. Келесі бізде балалар ең соңғы тапсырма қалды, 25-ші. 20 секундтан кейін дастан сол тұрақты жылдамдықпен тағы 150 метр жүгіреді. Оның қозғалыс басынан 50 секундтағы орташа жылдамдығын анықтаңыз. Так, орташа жылдамдық. Балалар, бұл кезде біз қозғалысты 3-ке бөліп қарастырамыз. Сол себепті біз V орташа тең болады. Алымына S1 қосу S2 қосу S3 бөліміне Т1 қосу Т2 қосу Т3 өрнегін жасамыз формуласын. Ары қарай. S1-ді білеміз. S1 бізде 25 болды. S2 бізде 50 болды. Және тағы да 150 метр жол жүрді. 150-ді жаздық. Так, Т1-іміз 10 болды. Т2-іміз 20 болды. Т3-іміз тағы 20 секунд қосылды дейді. 20. Сонда барлығы бөлімде 50 болу керек дейді. 50 секундтағы орташа жылдамдық дейді. Бөлшектің алымы 225, бөлімі 50. Сонда бізде балар 4-те 5, 4,5 метр секунд орташа жылдамдық шығады. Осымен балар бір контекстік есепті аяқтадық балар талдап. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.